оразаға қарызбен кіріп әйел адам туған бауырың бүгіннен ағаң махрам болса болды, махрам болса болды. Сұрап еді менен туған ағаңмен ініңмен бару керек деген рас па? Иә, махрам болу керек қой, туған ағасы болсын, інісі болсын, күйеуі болсын, әкесі болсын. Келінмен емес ше. Әйел әйелге махрам болмайды. Махрам тек еркек болады. Дәрет алғанда ауыздан су кетіп қалса, ораза бұзылады. Иә. Жалпы ауыз берік кезде, күндізгі уақыттарда дәрет алған кезде ақ деп шаюға болмайды. Сосын мұрынды да былай аяққа дейін апаруға болмайды. Жай ғана ұрттың ішінде суды шаясыз да, мұрынды да сәл ғана суды апарып сүңгіресіз. Сондай кезде қателесіп су кетіп қалып жатса, онда ораза бұзылады. Бірақ кешке дейін, кәдімгі ауыз ашардың уақытына дейін аузы берік адамша ішпей, жемей жүреді. Ол солай үкімі. Сосын бірақ сол күннің қазасын өтейді. Бұзып алдым ғой, бәрібір ашылып кетті ғой деп тамақты опыру жоқ. Оған рұқсат етілмейді. Намаз уақыты кіргенде сабақ болып жатады, 5-10 минут кеше оқыса боламайды. Уақыты шығып кетем дегенге дейін оқыса болады. Мысалы 5-ің кірді, сен сабағың болып жатыр, я болмаса жұмыста отырсың. Сонау асыр кіргенге дейін оқи берсең болады. Абу Ханифа мазхабында қыз бала өз-өзіне махрам болады деген жоқ, ондай сөз жоқ. Сәресінде 1-2 минутқа дейін тақап ауыз бекітіп жүрмін көбінесе. Жалпы сәжде приложениесіндегі уақытпен қарап бекітемін, айыбы жоқ па? Ештеңе етпейді. Тіпті даже дыңды уақыт кірген кезде дейін секундына шейін жеткізіп тоқтатсаң да болады. Мешітте болып жатқан болады, 18-де болсаң да, 28-де болсаң да, 81-де болсаң да болады баруға, сабақтарға. Жас несінде шектеу жоқ ешқандай. Сізге жазып атыр ойым уже. Махрам деген әйел, қыз баласының өзінің ет жақын туыстары ғой, ер туыстары, үйленуге болмайтын туыстар бар ғой, солар. Нұр-Мүбарак университет туралы парақшасына кіріп, сояқтан мәлімет ала аласыз. Мен бітіріп кеткеніме 10 жыл болды. Асып кетті даже. Сәресіге тұрмай қалып, аузы ашқандық үкімі қалай болады дейді. Сәресіге тұрмай қалсаң, аузың ашылмайды ғой. Оразасын ғой, жалғастырып кете бересің ғой. Пітір садақа деген зекет па дейді. Жоқ. Зекет деген ол жылына бір рет берілетін малдың парыз садақасы. Пітір садақасы да өзінің нисабы бар, бірақ ол Рамазан айында ғана беріледі. Раудаға кіргіземіз, иншалла. Таң намазында мешітте сәлем намаз оқыламайды. Негізі мешітке азан айтқаннан кейін кірсеңіз, ол жерде тек қана 2 рекағат сүннет оқылады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам таң намазының азан айтылғаннан кейін таң намазының 2 рекағат сүннетінен басқа ешқандай намаз оқымаған деген хадис бар. Пітір садақасының мағынасын айтып кетесіз. Пітір деген фитр, ауыз ашу дегенді білдіреді. Айт күні кедей мұсылмандарды қуанту үшін берілетін болғандықтан айттың өзі фитр ғой, идул фитр. Содан шыққан. Атап беру шарт емес, ниетіңіз болса болды ғой. Қандай сұрақ қойсам болады дегеніз. Сәресіге тұра алмай қалып, ұйқыдан түскі 2-де тұрса, ауызы ашық болады ма дейді. Бірден ауыз ашада тұрсаң да болады.
Рамазан айында шайтандар қамалады ғой. Кейбір адамдар қалай бастырылып жатыр, түсіндіріп беріңізші дейді. Білмеймін. Бастырылудың себептері көп шығар. Нұрсұлтан ұстаз қайда қазір дейді. Оны Нұрсұлтан Расмағамбет деген парақшаға жазасыздар. Иманға, так, имам деңіздер, имам. Иман деген ол сен жүрегіңдегі сенім. Иманны, наурыз дегендегі. Ал имам, мамыр дегендегі. Ол сәлдесі бар, мешіттегі имам ол. Сұрақ не еді сонымен? Имам, короче. Құран хатым оқылғанда телефонның аудармасын жетектеп оқуға бола ма? Болады, әдемі, керемет. Менің сұрағым көрініп тұр ма дейді, иә, көрініп тұр. Аузы шырай ұйықтап қалып сәрестен соң оянса қалай болады дейді. 2 күн қатарына ораза ұстаған боласың. Бірақ ондай естімеппін. Сәресіге ұйықтап қалғандар естім, бірақ аузы шырай ұйықтап қалдым дегенде естімеппін. Көрдіңіздер ма, 5 уақыт намазың пайдасы. 5 уақыт намазың пайдасы осы жерде көрінеді. Адамның уақытын жүйелейді дейді, өмірін күнін 5-ке бөледі. 5 уақыт намаз жоқ адам қашан ұйықтап, қашан тұрып атқанын білмейді. Бір қарасаң ауыз ашып жатыр, бір тұрса жауып жатыр, әйтеуір былай болып кетеді. Намаздар жүйелі түрде оқып жүрсең, 5-ін оқуға тұрасың ғой ең құрғанда. Түске дейін ұйықтағанның өзінде де қой, 5-ін өтіп асыр кіріп кетер деп. Уәжіп пен парыздың айырмашылығы. Орындауға келген кезде уәжіп пен парыздың айырмашылығы жоқ. Екеуін де міндетті түрде орындау керек. Орындалмай қалса қазасын өтеу керек. Ақидалық тұрғыдан айырмашылығы бар. Парызды парыз емес десе ол діннен шығады. Ал уәжіпті уәжіп емес, ол немесе басқа деп айтса, ол бидғатшы болады. Діннен шықпайды яғни. Қаза намазда қамат түсіріледі. Аты жоқ подкаст не дейді? Аябай сонун болып тұр дейді. Қазақша білесіз ба? Аты жоқ подкаст Аябай сонун болып тұр дейді. Сонун деген андай не ғой? Ерекше деген. Çok güzel деген ба? Жоқ. Аянбай не болып тұр дейді қазір, трендте тұр, жақсы болып тұр деймін. Хит болып жатыр деймін. Аянбай соны болып тұр. Рахмет, қырғызша рахмет не дейді? Чоң рахмат. Чоң рахмат. Көрдің ба, 7 қырлы бір сырлы ма, қалай еді? 8 қырлы бір сырлы өнерлі жігіт отыр міне. Өзі бойдақ, өзі жас, өзі ақшасы көп. Дипломдары ақшасынан да көп. Жазушылар одағының мүшесі. Журналистер одағының мүшесі, Қазақстан журналистер лауреаты, Үркер сыйлығының иегері, кітаптардың авторы, короче, бәрі бар. Кім туралы айтып отырсыз? Осы Мағауиннің көлеңкесінде қалып қалған ғой. Енді Алла қаласа хит болады. Так, не болып кетті? Ютубтың рекламасы деп ойлаңыздар. Монетизация ғой, бізде монетизация. Мені өткізіп берсең ақша берем деп едім, сен біраз. Шамалы. Күнкөріс қой, күнкөріс. Так, рухани сапар туралы айтасыз ба? Рухани сапар бұл жолы Құдай қаласа Мекке, Мәдинада, Стамбулда Абылай ұстазбен, Нұрсұлтан ұстаздың дәрістерімен қызық болайын деп тұр, иншалла. Апрельде осы бастан жазылыңыздар. Телеграмда, инстаграмда бәрінде тұр мәліметтер. Сізді өсек деп жатырық.
А? Не дейді. Айтпаймын. Айтсаңшы. Құрдасым ғой мен 91 жылғы. Кәдімгі ана қыстағы жылқының суреті болады ғой. Сондай болып сүрленген. Қазір біреуге айтып жіберем ғой, кірші. Прямо эфирге не жазып жатыр, қарап берші деймін. Инстаграм жоқ екен ғой, сөйтіп қор болып отыр екенсіз ғой, Калима шахада айтқанда абдуху сөзін қолдану қате ма? Жоқ, қате емес. Абдуху ва расулюх деп айтсаңыз болады, ештеңе жоқ. Сәресіне ауыз ашарда дұғаны оқу шарт па? Шарт емес, ниет етсеңіз болды. Менің сұрағым көріне ме? Көрініп тұр, Ақтауға уағыз айтуға келіңіз аға дейді. Болды, барып тұрмыз ғой, шақырсаңыздаршы, иншалла. Рамазан бітсін, бірақ. Сіз әулиесіз бе дейді. Сізге айтып отыр деймін. Жоқ, сізге айтып отыр. Әулие, осы уақытқа үйленбей жүрген, значит, әулие деп отқан шығар. Еще инстасы жоқ дейді. Дұрыс қой, әулиелерде инста болмайды ғой. Қызық жерінде қатып қалып жатыр дейді. Мына мемардың Wi-Fi ғой. Әйел адам қамат айтпайды. Әйел адам қамат айтпайды. Достық үйіндегі жиналыстар болды ма алдындағыдай дейді. Болды ғой. Болып кетті ғой. Барлық адамға сіз деп сөйлейсіз бе, құрдастарға да дейді. Жоқ. Ақшасы көп құрдастарға сіз деп сөйлеймін. Қызметін, лауазымын, атақ абыройын сыйлап тұрған ғой. Сеніп қалады ғой, қазір. Өзге ұлт өкіліне үйленуге көзқарасыңыз дейді. Мұсылман болса болды, иншалла. Мен айтсаңшы. Мен айтсаңшы, тұрып қалып отырсың. Тағы да бола ма дейсіз? Болады, иншалла. Солай. Шәлі астатайыншы. Көзім ауырып кетті, тақалып отырамын. Так, қай жерге келдік? Нұр Мүбаракта қанша жыл оқыдыңыз дейді? 6 жыл оқыдым. 4 жыл бакалавр, 2 жыл магистратура. Мен тісіне сынып отырмын дейді мына кісінің дейді. Кәне Нұреке, тісіңізде бірдеңе бар ма? Жоқ. Түп-түгел ғой тісі. Мен түс жори алмаймын, түс жазбай қойыңыздар. Мен жорып беремін. Жорисыз ба? Сосын намаз бастадым, бірақ тастап кеттім. Бірақ ойымда намаз оқу керек деген нәрсе кетпейді, бастай алмай жүрмін дейді. Ал. Айтады. Түс жоритын қабілеті бар шығар деп ойлаған ғой енді. Уже почти әйел бар сияқты ғой дейді. Бітті уже, Нұреке. Шауал айында үйлену мұстахаб дейді ғой имам Науауи. Иншалла, айттан кейін жарқыратып 800-700 десең. Топты жарып жар деп. Өзіне қол салған рухына Құран оқса, жайы қалай болады. Пайдасы тиеді ғой, иншалла. Ол қол салған діннен шықпайды, мұсылман болып өледі, күнәсінің жазасын Алла Тағала қаласа кешіреді, қаласа азабын береді. Алланың қалауындағы нәрсе, сондықтан дұға жасап, Құран бағыштап, онда тұрған ештеңе жоқ. Шәмәйіл жалғаса ма оразадан кейін дейді. Оразадан кейін рухани сапарға Алла қаласа барып келгеннен кейін жалғасады. Рамазанда бастасын деген шығар намазды дейді. Бастайды ғой, иншалла жақында. Әне, түсіңізді жорып берді сіздің. Жақында намаз бастайды деген ол белгі дейді, ишарет дейді. Ұстаз бір бат-бат прямой эфирге шығып тұрыңыз, чуд сіздердің ауыздарды дейді. Иншалла. Чоң. Хиджама алса бола ма, ауыз беріп кезде дейді. Болады. Белгі бір уақыт. Түркияда сіз ба дейді. Жоқ. Қызылордадамыз ғой, қаяқтың Түркиясы. Белгі бір уақытты белгілеп шығып тұрсаңыз дейді ғой жаңа. Исламтануда оқыдым, исламтануда.
Құрдасыңыз қай жылғы дейді? Ойбай, құрдасым 91 ғой. Мен 91, ол 90 дейсің ғой. Құрдас болғаным 91 ғой. Майда Қырғызстанға барамын айтпақшы мен. 10 күн текст оқимын. Қырғыз ұқтилар бар ма мына жерде? Емес, қазір жақсы, әлхамдулилла. Қызылорданың ауа райы деген тым жақсы болып тұр. TikTok аккаунт менікі, бірақ шаң басып жатыр, оны істейтін жүргізетін адам жоқ. Абылай қайда екен айтпақшы, мына жерде Абылайды ғой сияқты. Кенжал ма? Қалай қосатын еді? Қандай плюс добавить дегендер бірдеңесі болатын шығар WhatsApp-тағы. Так. Әбекең боксерлармен ауызашарда шығар дейді. Түсінде кәлем айтса қандай белгі дейді. Ойбай, түстер басталып кетті. Түс жормаймыз. No, папа. Қан тапсыруға бола ма оразада? Болады. Ана басын айтып кетті. Абылай Кенжал не может принять ваше приглашение дей ма, бірдеңе деп шығып жатыр. Шәуәл туралы айтыңызшы дейді. Оразаны бітіріп алайық, айналайын. Бауырлар. Намазда тұрып ұйқыға қалқып кетсе бұзылмайды. Жерге ет бетімен түспейінше бұзылмайды. Бұлай жаңағы бетіп кеткен, немесе бір-екі қадам бетіп алға жылжып кеткен, ештеңе қылмайды. Құлап қалғаннан кейін бар оянсаң, құлап қалғанын сол кезде білсең, онда ораза бұзылады. Намаз бұзылады. Абылай кірді дейді ғой. Абылай, брат, қабылдасай бізді. Болмаса бізге запрос жіберсей. Шейх. Оқырмандарын күтуде. Кітабын қырғызша қашан аударылады деп жатыр Абылай. Мешітте бас киім или тюбетейка кию намазға бір пайдасы бар ма? Или нет разницы? Киіп оққан жақсы. Кимесеңіз ештеңе етпейді. Міне кетті ғой. Қазір кіреді, Абылай кіреді қазір. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Шүкір, алхамдулилля. Машалла. Қалай, сет нормально тұр ма? Түрің Майнкрафт болып отқан жоқ па? Жоқ, маған жақсы көрініп тұр. Тұрым отыр ғой. Кіргеннен бастап Абылай кірмей ма болып жатыр да. Ассалаумағалейкум. Боксерлармен отыр деп жатыр еді жаңа. Бека, братан. Қалайсыздар, мешітте? Жақсы, шүкір аман-есен. Мароккода. Марокко. Қанаттан енді кофе қойдық. Қатып қалып ма? Қатып қалып ма? Нормально. Кітап құтты болсын ал. Әмин, Алла разы болсын. Сатылым басталды ма әлде предзаказ ба? Предзаказ істеп жатыр, ашып жатыр бұйырса. Алғашқы қолтаңдамен бәрін ұйымдастырып жатыр, иншалла. Машалла. Ана телеграмда сілтемеге өтеді, сосын заказ береді. Примерно қанша уақыттан кейін алады? Жаңақты айтады өздері. Мейлінше жылдамдатып отырсып жатыр, иншалла.
Айтпақшы, Абылай ұстаздың исламдағы тұлғалық даму кітабы шықты, кешегі рухани подкаст дейін деп жатырмын ғой. Аты жоқ подкастта айтылған. Құдай қаласа сатылым басталды. Енді не ма, предзаказбен алса арзан бола ма сонда? Сол жерге сілтемеде бәрін айтатшы. Сол барлығы бар, иншалла. Сілтемеге кір дейсің ғой. Сілтемеге кіріп отырып. Рахмет, кітабың құтты болсын деп жатыр. Бұйырса, иншалла қырғыз тіліне аударуға тырысамыз. Иә, сол қырғыз тіліне көп сұрайды, сол кітаптар аударыла ма, қашан аударылады деп. Аударып береміз ғой. Нұреке аударып берем дейді. Кім Нұреке? Болды. Ассаламу алейкум. Қалайсың Нұреке? Кім Нұреке деп қоямын ше. Сол ғой енді. Айтып жатырмын енді. Үйленбесең осы. Кім болды деп айта береді бәрі. Табекеме ондай болады. Кітап шығарып, өзі жүріп кетті ғой жатқан жоқса Нұреке. Табекемен ана Қырғызстанмен өте жақсы байланыс бар ғой. Бұйыртсаңыз аударып берем дейді қырғызша кітабыңды. Сонда аударып иншалла. Чоң аударып берем. Мен лекцияларын жақсы аударған, көңілімнен шықты. Сосын сол жақтан да неге бір ғимаратқа жіберіп, сол жерден алып кетуді ұйымдастыруға болады деп айтады. Короче, полный сопровождение жасап берем тұр ғой. Болды ғой Нұреке, иншалла. Қырғызстандағы саян братандарға айтам дейді ғой. Көмзе деген көшеден Бішкекте, көшесін айтып қойып, Көмзе 69 бет. Машалла. Не айтып от, кітап туралы сұрақ қойыңыздар ал, кітап туралы. Аяқ асты эфирі отыр, эфирге шығамыз деген ой болған жоқ деген кітап. Иә, бәрі сұрап жатқасын сосын. Кетіп қалайын ба деп бір ойладым, сосын қойшы Абылай ұстазды қосылды. Алла разы болсын. Әне, Абылай ұстаз, андай періштелер шығып отырғандай бар. Кітапты сонда қолтаңбамен алады, предзаказ бергендер, иә? Қолтаңбамен, тілекпен, дұғамен, алғашқылардың бірі болып алып. Анау сол жаңағы телеграмға шыққан мұқабасы солай шыға ма, сондай болып шыға ма? Иә, сондай болады ғой. Әлде де бір-екі өзгертпелер болады, әрине. Сол мен. Телеграм істемейді, қалай аламыз дейді. Инстаграмда мен жаңа профильге қойып қойдым, сілтемесін сол жерде. Саят Аманжол, Абылай сол deyilаш. Саят, братан. Жіктен айтқан отырген. Абылай сөз үйленген ба дейді. 25% үйленген дейді. Ой, скриндамасын қазір, скриндап. Предзаказ жасау үшін кемінде неше данасын алу керек дейді? Бір дана ба? Бұл оптовиктер шығар сұрап отқан. Оптовый предзаказ бар ма? Білмеймін оны же. Жалпы кітап оптовиктерге сатыла ма? Сатылу керек, иә, оны жаңа кім біледі ғой, сәкен санап. Дүкендер, жаңа діни кітап дүкендері, жүздеп, мыңдап алынады ғой, иә? Иә, алады, иншалла. Енді бағасы примерно неше мың мен неше мың арасында болады? Енді бағасын ше, Виктор есептеп жатыр. Негізі қанша? Максимум паталап сол 5900-ға дейін болады деп айтып жатқан. Немене арзан? Өте арзан. Иншалла көреміз. Сондай әрекеттер істеп жатыр. Ой, қымбаттық. Қымбаттатайын ба? Арзан. Не деген, кәмінау, 5900 теңгеге қалай дамимын мен тұлғалық деп ойлайды ғой адамдар. Иә, ойланбақ болашам. Бір ақылдасу керек еді. 5900 теңге. Ертең мен жаңа тұлғалық дамуым 5900 теңге болып қалады ғой деп өздерінше шамалы намыстанады ғой. 7500 нормально дейді, Нұрстан айтады. Онда өздер жазушылар одағының мүшесі айтып отыр ғой саған, жазушылар одағының мүшесі. Машалла. Отбасын өзі комментарий. Жақсы жігіт екен деп отқандар енді қарғап отқан шығарсың. Оңбаған деп. Ақшадан мүлгем құныққан деп. Иә, ойбай. Зато көп адам алады ғой дейді.
Иә, иншалла. Біз де ойланып едік. Өзі шақ кофенің ақшасы ғой, 9 деген. Иә. Сондай ғой. Ой, қинамай ешкімді. Қазір мына жерде саудаға түсіп кетіп ортасына. Мына жақта біз де ойланыңыз деп отыр бәрі. 500 теңгеге дамуға дайынбыз дейді. Енді Уже предзаказ беріп қойдық, өзгерту жоғынан дейді әне. 3 жыл өңдеді ғой, ана жақта 3 жыл төледі. Предзаказға шектеу бар ма? Шектеу бар сияқты. Үлгермей қалуы мүмкін ғой демек, ә? Предзаказға үлгермей қалуы мүмкін ғой. Естіңіздер ма? Предзаказға үлгермей қалуы мүмкін дейді. Сондықтан тезірек сілтемеге өтіп. Сілтемеге өтейік онда. Қызылордада қайдан? Бәрі пока предзаказдан аласыздар, сілтемеден. Сосын дальше тағдыр көрсетеді. Машалла. Енді бір не беріп жіберсейік, Абылай кітапты оқуға күшті бір мотивация беріп жіберсейік. Кітапты оқыңыздар енді, ойға. Бір сөзбен ба? Қандай кітап дейді, білмейтіндер де бар екен. Абылай ұстаздың ризық кілттерінен кейін екінші жарық көріп жатқан қағаз күйіндегі исламдағы тұлғалық даму кітабы. Иә, иншалла. Оқыңыздар сол кітапты. Осындай деген гарантия ма дейді, гарантия ғой ішінде өткен. Құран, сүннет, ғалымдардың сөзінен, ғалымдардың тәжірибесінен алынған көптеген пайдалы нәрселер бар енді ішінде. Кітапты алғаннан кейін пайдасы тиетініне сенімдіміз кәдімгідей. Әйел кісілерге де ақпарат бар ма дейді ішінде арналған? Әйел мен ер кісілерге бірдей ма ішінде ақпарат? Еш бөліп алған жоқ ішінде ерлерге, әйелдерге деген сияқты. Ризық кілттер огонь болды дейді, огонь. Тағы шыға ма ризық кілттер айтпақшы? Қазір жоқ уже, бітті, сатылып кеткен бәрі. Осы аптаның соңында шығады. Есіңізде ма, ризық кілттері уже 3-ші ма, 5-ші ма, білмеймін, басылып шығып жатыр. 3-ші басылып. Шыққан сайын, как пирожки дей ма, өтіп жатыр. Алла разы болсын. Оқырмандар рахмат ғой, қолдап. Жоқ, анау күн бір жігіттер іздеді бізде Қызылорда дүкендерді аралап. Таппады. Кетіп қалған ғой бәрі. Новый завод күтіп отырмыз, новый завод. Болды. Екі кітапты бірдей алғандарға жеңілдік бар ма дейді? Білмеймін онда. Торговый агент дейсің ма? Мен вообще бағасын айтып қойып қазір ана жақтан. Барлығыңыз Абылай ұстаздың телеграм каналына өтіңіздер, сол жердегі сілтемеге кіріңіздер, сосын дальше ары қарай. Next деп басып отыра бересің ғой. Так, не ит тағы. Абылай ұстаздың бір сторисінің өзінен біраз нәрсе аламыз дейді. Кітабын алсақ білмеймін не болатынымыз дейді. Көкірмен ұшып кетесіңдер аспанға. Әлемді құтқарасыңдар. Сондай болады, иншалла. Алыңыздар бұйырса. Орал қаласында бар ма? Айтпақшы, басқа қалалардан предзаказ бергендер ертең алыла ма? Кәдімгі немен? Алады, бүкіл қаладан ғой. Любой Қазақстанның любой жерінен предзаказға бере береді. Машалла. Болды онда, әке? Болды. Ас болсын. Боксерларға сәлем айтты. Еке жақсы. Еке жақсы дейтін. Аманшылық болсын. Жақсы. Саламу алейкум. Уалейкум ассалам. Ал. Міне. Көрдіңіздер ма? Пайдалы эфир болды ма? Бір эфирде бір емес, екі адам көрсеттім сіздерге. Мен көргенім ғой. Отбасылық әлеуметтік тұрғыдан Нұрсұлтанды көрсеттім. Білім тұлғалық даму тұрғысынан Абылайды көрсеттім. Енді кімді әкелейін сіздерге? Өзбекстаннан қалай алсақ болады дейді. Абылай ұстаздың парақшасына өтіңіздер. Ал, құтты болсын бәрі, қабыл болсын бәрі. Ұйықтаңыздар.
Рамазан айында ерте ұйықта деп алып, өзі эфирде ұстап отыр деп айтып жүрерсіз ертең. Біз де жатамыз барып. Болдық. Аманшылық болсын. Ассаламу алейкум.